Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін мраморная деп аталатын керемет дәмді әрі тәтті болып шығатын печеньенің рецептісін ұсынғым келіп отыр. Мен бұл печеньені апта сайын, тіпті ай сайын жасаймын десем де болады. Қонақтар келгенде ең оңай жасалынатын печеньенің бірі болып табылады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз. Және оның үстіне қант қосып, жақсылап миксермен шайқаймыз. Миксерді жай жылдамдығынан бастап біртіндеп қосып отырамыз. Қантты салған кезде 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп саласыздар. Мен міне араластырдым. Енді оның үстіне ерітілген сары май құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Мен араластырып болдым. Енді біз құрғақ ингредиенттерді жеке араластырамыз. ұн, какао және қобызытқыш. Бәрін жеке араластырамыз. Осындай еліктен өткізіп барып саламыз. Жақсылап еліктен өткіземіз. Және де видеода көрсетілгендей силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне менде осындай қамыр шықты. Бұл қамыр қою болу қажет. Және қазір тоңазытқышта 30 минутта немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоюларыңыз қажет. Мен міне 30 минутта ұстадым тоңазытқышта. Бұл өте былай мұздап қатпауы қажет. Тек қана кішкене салқындап тұру қажет. Біздің қолымызға қазір ұстаған кезде жабыспауы қажет. Енді біз қолымызбен қамырды алып, осындай шариктер жасаймыз. Бұл шариктерді сахарный пудраға, яғни қант ұнтағына салып, жақсылап осында видеода көрсетілгендей араластырып, противенге саламыз. Міне видеода көрсетілгендей
жақсылап қант ұнтағына біздер салуымыз қажет. Ал егерде қант ұнтағын аз ғана салатын болсаңыздар, онда бұл біздің печеньеміз шықпай қалады. Сондықтан видеода көрсетілгендей жақсылап қант ұнтағына аунатамыз. Мен противеген салдым. Қазір 170-180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Менде 10 минуттай өтті. Менде толығымен пісті печенье барлығы. Сырты осындай қатты болады, бірақ іші жұмсақ, өте жұмсақ болып шығады. Бұл қазір шамалы ыстықтау, су қажет. Мен тарелкаға салдым. Барлығы менде суыды, толықтай суыды. Мен кісілер қазір ортасын бөліп көрсетемін. Сырты қатты болады, осындай қытырлақ болады кәдімгідей, ал іші жұмсақ. Көрдіңіздер ме? Керемет жұмсақ болып шықты. Әрі өте дәмді болды деп айтсам да шынымен де артық болмас. Өте дәмді, әрі сырт көзге қарағанда керемет көрінеді. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді деген үміттемін. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.